Қаламгер драматург Ғабит Мүсірепов актер үшін ең қымбат шындық. Ол сахнадағы мінездің де, адамның да шындығын іздеу керек деген екен. Бүгінгі бағдарламамыз сахнаның мәртебелі падишасы актер және оның өнері жайлы болмақ. Эфирде Сара сөз бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Қазақстанның халық артисі, театр және кино актері Дулыға Ақмолда. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Енді сіз 1993 жылдан бастап, 30 жылдан астам Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының актері болып қызмет етіп келе жатырсыз. Осы кезең аралығында талай сахна саңлақтарымен бірге жұмыс істедіңіз, шәкірті болдыңыз. Осыдан 100 жыл бұрын бастаған сол алыптар тобы дейміз ғой, солардың дәстүрі дейміз ба, жалғастығы дейміз ба, солардың рухы сезіле ме? Біздің енді Әуезов театры өздеріңіз білетіндей бұл жалпы қазақ өнерінің қара шаңырағы деп бекер айтылмайды ғой. Енді біздің бағымыз шығар деп ойлаймын. Мен сол кісілердің шет жағасын көріп те қалдым. Біраз кісілермен біраз сахналаста болдым. Ол кісілер сахнаға шыққан кезде, сахнаның арт жағында, сахнаның шетінде отырып, сол кісілердің ойын өрнегін тамашалап отқан сәттеріміз де көп болды. Студент кезімізде мен енді әрине Сәбира Майхановамен сахналас бола алмадым, бірақ залдан келіп сол кісінің спектакльдерін көрдім. Ана жер анасын көрдім, комедиялық рөлдерін көрдім. Келіндерден шыққан дау деген сияқты сондай үлкен бір спектакльдер ойнайды. Сол кісінің үні, сол кісінің сахнада жүріс тұрысы, енді шынымен де қазір қарап отырсам, не деген табиғилық, енді оны сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Шынымен де жаңа айтып отқандай біздің бағымызға қарай бүкіл сол кездегі мынау бүкіл халық артистері енді біздің театрда болды ғой, енді шоғырланды ғой. Мүлік Сүртібаев ағамызбен мысалға мен көп сахналас болдым. Атайбек Жолынбек атамызбен сахналас болмасам да, мен сол кісінің сахнаға шығарып жіберушілердің бірі болып қасында жүрдім. Қобыланды спектаклі, сонда қай рөл екені есімде жоқ. Сол үлкен станоктар тұрады, соның астына келіп алдын ала дайындалып тұрамыз. Қолынан жетектеп, қараңғыда кішкене көзі көрмейді ол кісінің. Біз жаңадан келіп жатқан кезіміз, қолынан ұстап келіп, көзіне ашкиім береді, мен репликасын тыңдап тұрам. Ата шыға беріңіз деп жайлап шығарып жіберем. Қолына су құйдыңыз. Иә, сол ғой енді. Сахнаға шығады, жаңағы өзінің рөлін бітіріп, тура сол жерге қайтып келеді, мен жетектеп сахнадан алып шығам. Мен үшін одан үлкен мәртебе жоқ. Сол әр спектакль сайын менің міндетім сол. Енді массовкада жүреміз, бірақ сол міндетті атқару мен үшін қандай жауапкершілік болды. Мысалға қарап отырсам. Енді ол кезде соны сезіндік па, сезінбедік па, бірақ мен қазір сол осындай кішкентай ғана эпизодты үлкен мақтанышпен айтамын. Өйткені неге десеңіз, біздің театрдың әптеп қаланған кезіндегі алғашқы қарлығаштарының қолына сондай жетектеп қолын ұстау, сол кісілермен бірге сахналас болу. Енді әрине Хадиша Бөкеева ол кісі бізге сабақ берді. Одан кейін Шолпан Жандарбекова апайларымыз сахналас болдық. Фарида Шарипова, Зәмзәгүл Шарипова, Бикен Римова апаларымызбен барлығымен бірге сахналас болдым. Хабиба Елбекова апамды талай мен әжемді ойнадым мысалы сахнада. Қазір қарап отырсам, соның барлығы бір өзінше бір үлкен театрдың бір үлкен бір тарихы болып қалыптасып қалыпты, қарап отырсам. Талдықорғандағы Бикен Римова атындағы апамыздың театрында қазір енді бір жағынан сол жақта да жұмыс істеп жүрмін ғой. Мен қуанам соның өзіне. Қазір енді Бикен апамыздың өзі жоқ қой. Бірақ маған сол театрға барсам, Бикен апамыз сол жерде жүргендей көрінеді. Ыстық. Ал енді өзіңіз айтып отқандай, шынымен де жаңағы бағымыз сол. Театрға кіргеннен бастап, табалдырған аттағаннан бастап, сол кісілердің бәрін мысы басып тұрады. Тәлім, тәрбие, жаңа айтып отқан үлкен мектеп. Сахнадағы қазіргі жұмыстарға келетін болсақ, сол кісілердің үні қазіргі бүгінгі актерлардың үнімен сабақтасып жатқанына кейде таң қалам. Жас актерлардың ішіне мысалға, кеше ғана өмірден өтіп кеткен мысалға Оразхан ағаның даусын көрем, сол кісінің жүріс тұрысынан көрем бір актердан мысалға. Бір актердан мысалға Ыдырыс ағаның мысалға қылықтарын көресің кейбір тұстарында. Сондай бұл ұрпақ жалғастығы шынымен де қазіргі күнге дейін жалғасып жатқанын көрген кезде шынымен де таңдай қаласыз. Ол дегеніміз не? Енді сол кісілердің көзін көрген ең соңғы біз емес, бізден кейінгілер де көріп қалды шет жағасын. Яғни сол кісілердің сахнадағы іс-әрекеттері, сөз саптауы бірімізден бірімізге жетті ғой. Мына театр актерларының кішкене мына қарапайымдылық келетінді де содан ба деп ойлаймын мен. Өнерді сіңірген, яғни жаңа айтып отқандай ұрпақ жалғастығы, сол кісілердің үні, сол кісілердің іс-қимылы содан бізге жұқты. Дәстүр жалғасты. Дәстүр жалғасты.
бізбен бірге сақталды. Енді біз сол біздің артымызда келе жатқан кейінгі актерларға жұғысты болып жатыр мысалға. Яғни еліктеу арқылы. Әрине әр актер өзінің актерлық жолын қалыптастыру керек. Дегенмен де жаңағындай мектеп ол міндетті түрде қажет. Ал сіздер енді орта буын болып қалыптасып қалдыңыздар ғой. Мынау жастар келіп жатқан деймін да, сіздерге келіп бір ақыл сұрайтындай кездері бар ма? Әрине, енді ол біздің театрымызда үрдіске айналған нәрсе. Оны көбіне көп енді жас келген актерлар ыңғайсыздануы мүмкін, бірақ бізде сондай бір өзі үрдіс бар. Жаңағы актерларға, сахнада жүрген актер шақырып алып, жай ғана мына жерің мынандай болып жатыр, я болмаса қиналып тұрған тұстарыңды сұра, айтамыз деген сияқты сондай өзі бір бұрыннан келе жатқан нәрсе. Біз де солай жүрдік, солай қалыптастық. Өзіңіз орындаған рөлдер? Әрине, өзім орындамаған рөлдер болса да, бәрібір қандай болғанда да сахнадағы әріптесіңнің жетпей тұрған нәрсесін көріп айтпай кету, менің ойлаймын ол сатқындық шығар. Өте дұрыс, керемет. Енді осы қалай ойлайсыз? Сіз енді жаңағыдай 30 жыл істеп жатсыз, қазір сабақ беріп жатсыз дейік, практикасы да, теориясы да бәрі де қатар жүріп жатыр. Көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Ол алыптар тобы дейік, 1926 жылы қазақ театры құрылды дейік, бүгінгі 1925-26 жыл, 100 жыл аралықта актерлардың техникасында образ сомдауында бір өзгешеліктер бар ма? Әрине өзгешеліктер көп. Жаңа нәрселер де көп. Одан кейін өсу де бар, Құдайға шүкір. Бірақ керісінше біздің жоғалтқан нәрселерімізді де мен байқап жүрмін. Бәсе осы жағын айта кетіңіз. Бұл жоғалтып жүрген нәрсеміз сахнадағы алыптардың дейміз ғой, енді алғашқы театр сахнасындағы натурализм, шынайы бағыт дейміз ба, біз сол нәрсені кішкене жоғалтып алған сияқтымыз. Жоғалтқан жоқ шығармыз, бірақ содан алыстап бара жатқандай боламыз. Ол енді өмірдің заңы да шығар. Өйткені енді өзіңіз байқап қарасаңыз, бұл туралы мына Тұңғышбай ағай өзінің сөз деген кітабында, бұл енді диссертациялық үлкен ғылыми жобасы ғой. Сол кітабында оқып отырғанын өзіңіз білесіз. Сол жерде осы мәселені, шешендік өнер туралы, осы мәселені театрдағы, сахнадағы сөз өнерімен де мына шешендік өнерді Тұңғышбай ағай жақсы байланыстырып берген. Оның біріншісі не? Біріншісі самородок саралтын дейміз. Өзіміздің жаңа айтып отқан Серік ағаларымыз, Әлібек Қуанышбаевтар алғашқы, сол кісілердің сөз саптауының бүгінгі күні жоғалып баратқанын тілге тиек етеді Тұңғышбай ағай. Неге деген сұраққа ол кісі айтады, өйткені ол кісілер дейді, бұрынғы бей шешендердің өмірде сол кісілерді көрді дейді. Солардың үнін естіді дейді. Солардың жест дейміз ғой, мынау қалып дейміз, соларын көрді дейді. Ишарасын, соның барлығын көріп өсті, соны меңгерді дейді. Сол қалпында одан кейін олар сахнаға алып келді соны дейді. Оған кім жағдай жасады? Әуезов жағдай жасады. Бүкіл сол кездегі этно, біздің бүкіл жаңағы дәстүрлеріміз, салттарымыз, жаңа айтып отқан біздің дала театры дейміз ғой, ақындық өнер, шешендік өнер, соның барлығына драматургия әкеп салып берді. Ол кісілер үшін ол жерде ойнайтын түк те жоқ, өйткені олар соның бәрін бойына сіңіріп өсірген. Өмірден көріп өсті. Ендігі менің айтып отқан мәселем, әбеке, бұл енді шынымен де бір ойланатын жағдай деп ойлаймын. Сол мектепті жоғалтып алмай тұрғанда қайтадан қолға алса шіркін. Мен оны ойланған тұсым, біз 17-ші жыл ма, 18-ші жыл ма Жапонияға сапармен бардық, сапармен гастрольдік, мынау Ақтастағы Ахиконы алып бардық сол жаққа. Сонда біздің бағымызға сол жақтың театрларын көру бұйырды. Сонда біз театрына бардық, оның алдында біз но театр дейтін бар ғой, дәстүрлі театр. Жапондардың әлі күнге дейін сол театрды сақтап келе жатқан, жас 80-ге таяған ба, 80 асқан ба, сондай үлкен қариямен барып кездесіп жасадық. Ол сол театрды әлі күнге дейін сол дәстүрлі театрда алып келе жатқан бірден бір көз, көне көз деп есептеледі екен. Сонда әңгімелесіп отырғанда бізде дейді осы но театрының құрылғанына 600 жылдан асты деді ма, 700 жылдан асты деді ма, сол кезде алғашқы басталғанда бізде дейді 600-дей пьеса болған негізі дейді. Соғыстық жағдайлар, неше түрлі жағдайларға байланысты қазір содан бізде 200 ғана пьеса қалды дейді. Біз жоғалтып алдық соның бәрін. Біз енді осыны көзіміздің қарашығындай сақтап отырмыз деп, сол ақсақал өзінің жаңағы шәкірттерін алып келді. Міне 2 актер дейміз оны, біздің тілмен айтқан 2 актерін алып келіп, сол жерде көрсетті жаңа не істейді, мынау веерді былай ұстағаны нені білдіреді деген сияқты, мына аяқтың жүрісі нені білдіреді, сол жаңа соның барлығын көрсетіп,
мына екі шәкірт дейді, қазір сіздерге жас көрініп отқан шығар дейді. Бұл екеуі дейді біздің мынау театр өнеріндегі дейді осы Жапонияның достояниесі дейді. Бұл екеуіне бүкіл жағдай жасалған дейді, былайша айтқанда. Енді бұл сияқты жастар көп дейді. Бірақ енді бұл екеуінің алатын орны бөлек деп жаңағыда бізге Көненің көзін сақтап, көненің көзін ұрпаққа сақтап жаңағы ақсақал енді мына жастарға табыстап отыр да, әрбір қимылын, әрбір жест, мына бұл екеуінде ешкім тура жасай алмайды дейді да, сіздер үлкен мүмкіншілік туындап отыр деп. Иә. Одан кейін біз оны спектакль көруге бардық. Кешкі қарай спектаклін көрдік, 4 сағатқа созылды. Сонда енді біз үшін өте бір іш пыстыратын спектакль болды, сөзге құрылған. Бірақ ана жерде бір 1000 шақты адамға арналған үлкен зал, біздің әуезов театрындай түгел тола, туристер жоқ, тек қана жапондар көбіне көп. Сонда байқағаным. Сол 4 сағаттық спектакльді солар көрді. Билет жоқ. Бізге арнайы сол баратын кезде арнайы сол билет алдын алды алғыздық делегацияға, сол әйтеуір балконнан әйтеуір бір жерден орын тиді. Сонда менің бір байқағаным ұлттық дәстүрлі театр өнеріне деген жапон халқының көзқарасы. Жасалып қойған жағдайы сосын. Бүкіл әлемді шарлайды екен олар. Гастрольге Сол дәстүрлі спектакльмен бүкіл әлемді шарлайды екен. Өйткені олардың достояниесі былайша айтқан кезде беткұстар кәдімгідей өздері өнер ретінде қарайды екен. Сол кездерде бір қатты ойға кеткен кездерім болды. Неге біздің осы ұлттық дәстүрлі осындай бір спектакльдерді неге қалыптастырмыз? Бізде жоқ емес қой, бар ғой. Яғни біздің жаңа айтып отқанымыздай дала театрын сахналық нұсқасын жасап берді. Енді бір жауһарлардан бір 10 шақты бір пьеса бар ғой, шын айтқанда бір. Енді кәдімгі соны қара көзіміздей сақтап, неге соны сол бір сөзге құрылған нәрсе ғой негізінде. Сөз әрекетіне құрылған нәрсені неге біз соны қайтадан басқаша бір ғылыми түрде зерттеу арқылы режиссермен бірігіп отырып, актерлармен бірігіп отырып, осыған шіркін қайтып оралсақ. Керемет идея айтып отырсыз. Одан кейін бұның шет жағасын шығуына үлкен ақсақалдардың да негізі сөздері. Жаңа өзім айтып отқан өзім ұстазым Тұңғышбай ағай кәдімгі сөздің шұрайын түсінетін, жілік майын шағатын сондай кісілердің қазіргі театрдағы сахналардағы жастардың сөзіне риза болмай отыратындығы. Ол сосын көбіне көп Сәбит ағадан көп байқайтынмын. Менің өзіміздің жақын жігіттерде мысалға құрдастарымыз Бекжан ағамның да мысалға сондай көп қарны ашық айтып жүреді көп жерде. Неге деген сұраққа келгенде шынымен де есейе келе адам соны түсіне бастайды екен. Сөз өнері, сөз құдіреті, өнер алды қызыл тіл дегенге неге бізге қайтып оралмасқа? Оған әрине ұлттық өзіміздің домбыраны да қос, қобызды да қос, сыбызғыңды да қос, сөйтіп дәстүрлі өнер жасауға бізде мүмкіндік жеткілікті ғой, Құдайға шүкір. Әрине театр дәстүрлі өзінің бүкіл әлемдік деңгейдегі масштабында ол даму керек. Дами берсін, бірақ өзіміздің ұлттық нақыштағы дегенде кейде шынымен ұялып қалмаймыз ба дегенде ой келеді екен әбеке. Есіме мынандай бір мәселе түсіп отыр. Осыдан біраз жылдар бұрын консерваторияға Қытайдың ұлт аспаптар оркестрі келіп, содан кездесу болды концерттен кейін. Енді біздің аспапты орындаушыларға жаңағыдай кездесуде сұрақ қояды, мынау біздің домбыра, қобыз деген, сыбызғы деген сияқты. Олар өздерінің аспаптарын көрсетіп жатыр. Сонда бірден тарихы қандай деп сұрайды. Сөйтіп сұраған кездері олардың тарихы 2000 жыл, біздің дәуірімізге дейін 2000-4000 жыл бұрын дүниеге келген аспаптар, сол табылған қазбалардан деп жаңағыда айтып жатыр. Біздікілер енді айтқан кездері домбыраны соны орта ғасырлардан бастайды. Жошы ханның құландар таптап кеткеннен кейінгі домбыраға Шыңғыс ханның қорғасын құйған сияқты. Содан бастайды, әрі қарай бара алмай жатқан жағдайлар болып жатыр. Сіздің де айтып отырғаныңыз шынында да қазақтың тарихы әріде жатыр. Халықтың дәстүрі қандай керемет бай, аспабы қандай, әні қандай, күйі қандай, соның бәрінің негізінде бір ұлттық дәстүрлі театрдың үлгісі болу керек қой деп отырсыз. Дәлелде көп. Кезінде осыны айтып кетті ғой. Біздің төңкеріске дейінгі деп айтамыз, анау халықтың өмірінде жаңағыдай қулар, шаншарлар, бәрі туралы, жиренше туралы айтып кетті. Басқа жерлердің бәрінде де халықтың көңілін көтеретін. Бізге театр өнерін ашқан кезде айтқан ғой, осындай бүкіл
бар нәрсені беріп кетті. Біз үшін бұл бақыт қой дейді. Театр ашу бақыт қой. Мынандай мүмкіндікпен дейді. Енді біз осыны жоғалтып алмайық та деген бір өзің айтып кеткен сөз бар ғой. Не деген керемет. Жауапкершілік жүктейді. Жауапкершілік қой былайша айтқан кезде. Осы неге біз енді ары қарай алып кетпеске? Бізде өзімізде бар ғой деп. Жаңа өзіңіз айтып отқан даланың өнерін, даланың театрын айтып өтеді ғой өзінің сөзінде. Енді бұл қала театр, қыр театр деген мәселе ғой. Шынында да бұл енді бағдарламалық мақала деп айтуға болады. Әрине. Онда да актерларды қайдан аламыз деген кездері мынау елде жүрген, жәрмеңкеде жүрген. Сол негізде ғой кейін 26-шы жылы Қызылордада театр ашылғанда осы бүкіл Қазақстаннан жәрмеңкеде жүрген нелердің бәрін жинайды, өнерпаздарды. Енді мынандай мәселеге қайта оралсақ, бұл әрине кейін тағы да қозғалатын мәселе шығар деп ойлаймын. Өте орынды пікір айтып отырсыз. Біздің дәстүрлі театрымыз бар. Дәстүрлі театр деген арнайы театр Алматыда бар. Негізгі бағытының бірі осы болу керек еді. Сіздің айтып отырған жаңағы мәселе. Ұлттық фольклорлық нақыштағы болу керек қой. Кейде біз заманауи драматургия, заманауи режиссураға қойып кетеміз де, осы дәстүрге әрі қарай бара алмай жатырмыз. Бұл да болса ойланатын шығар. Проблема. Маңызды мәселе айтып отырсыз. Енді сіздің экранда, театр сахнасында жасаған рөлдеріңіз көп. Әр рөлге бару ол өзінше бір зерттеу, іздену деген сияқты. Осындай кездері актердің штампқа ұрынбауы деген мәселесі бар. Қайталамау өзіңді. Бұл енді кез келген суреткердің басты мәселесі. Өзінің жолын тауып, образды сомдауда өзіндік үлгімен жүру. Осы жағына келген кездері сіздің түсінігіңіз қандай? Штамптан қашудың жолы қандай деп білесіз? Шет жағасын өзіңіз айтып кеттіңіз жаңа. Өзіндік жаңағы актерлік жолын қалыптастыру деп. Өзіңіз айтып отырсыз, шынымен де штампқа ұрынбау үшін әр актер өзінің актерлік жолын қалыптастыру керек. Жанрға байланысты жалпы зерделеп тұрыстап ойланып қарайтын болсаңыз, адам баласын Алла тағала негізі бір-ақ адамды жаратты ғой бірінші. Иә. Адам атаны жаратты, содан жер бетіне адам баласы тарады ғой, сол бір адам атадан тарады ғой. Иә. Енді қазір енді 7 миллиард, 7,5 миллиард халық бар шығар енді жер бетінде. Бір актердің бойында 7 миллиард халықтың қасиеті бар, бір адамның бойында дейік. Штампқа ұрынбас үшін актер ізденімпаз болу керек. Бір актердің бойында миллиардтаған, миллиондаған қасиет бар. Соны дер кезінде рөлге байланысты актер бойында қасиетті шығара алатын болса, ол штампқа ұрынбайды. Біз бір атадан тараған адамдармыз негізі жер бетінде. Түбіміз бір. Түбіміз бір. Иә. Мен енді актер ретінде осы нәрсені көп айтып жүрем, шәкірттеріме айтамын. Шайдан іздеудің керегі жоқ. Иә, характерность деген нәрсе бар ғой бізде. Характер іздеу, адамның актердің багажы болады, ол оқумен, көрумен келеді. Бірақ соны, сол көргеніңді, оқығаныңды, білгеніңді мынау миыңа жинау арқылы ол түртпектеліп сенің өзіңнен шығады. Оқу сол үшін керек қой актерға, ізденіс деген, фантазия деген сол үшін керек қой. Жаңа айтып отқан штампқа ұрынбас үшін актердің ізденісі дегеннің өзі сол, яғни ол ізденгенде басқа жақтан емес, сол өзінің ішіндегісін шығару керек. Енді бір жағынан өте қиын нәрсе бұл. Бір жағынан актер деген бұл адам жанын зерттеумен айналысатын тұлға ғой, бір жағынан айналып келген кезде. Шаниннің, Мұхтар Әуезовтің кезінде қазақ театрының 1 жылдығы, 5 жылдығы, 7 жылдығы деген мақалалар бар. Бұл енді 20-шы жылдардың аяғына қарай, 30-шы жылдардың басында сол әрбір жылдыққа жазылып отырған мақала. Сын мақалалар, соның ішінде сынайтын жерлер бар. Біздің сол кездегі біздің алыптар тобы дейміз. Әрине. Әміренің дейді, неге бір ғана ағаш аяқпен тағы да басқа әндермен қалып қалды дейді. Арқаның, батыстың басқа әндерін неге айтпайды, тек қана сол өзінің ғана сол репертуарындағы әндер қайталай береді. Немесе Елубайды айтады. Елубай Өмірзақов дейді, алғашқы спектакльдерде молданы, болмаса жаңа бақсыны керемет сахнада көрсетеді. Ол енді экранда да қалып қалған, жаңағы Алдар көсе деген фильмде ғой деймін біздің, Шәкен Айманов ойнайтын. Сонда жаңағы бақсын ойнайды ғой. Керемет сахнадағы зал қарылып күліп, жаңағыдай шын бақсы келгендей әсерде қалады. Керемет ойын. Бірақ соны неге бір спектакльден екінші спектакльде сол бақсы болатын болса, тек соған ғана береді, және сол нені айнытпай орындайды дейді. Осындай сындар бар. Осы жағына қалай қарайсыз? Осы рөлдері өзіне тән ғана тек амплуаны ұстап қалатын. Бұл қаншалықты дұрыс? Енді әрине актер ауысу керек, басқа жағына қарай өту керек. Бір сатыда қалып кетпеу керек. Бір жақсы көрерменнің, сыншылардың көңілінен шыққан рөлің бар ма, оны қаттап қойып қою керек.
ол сенде бар деген нәрсе. Актер басқа қырынан ашылуға тырысу керек енді. Бұл жерде бізге ең үлкен көмек беретін нәрсе кім? Ол Станиславскийдің жүйесі ойналып келген кезде. Иә. Штампқа ұрынбаудың мынандай нәрсе бар ғой, Әбеке, адамда 5 сезім бар дейді ғой. Актердағы әсіресе ең актерға керек нәрсе осы 5 сезімнің толық жұмыс істеп тұруында дейді да. Ал енді 6-шы сезім деген бар ғой, интуициямыз бар ғой, біздің жүрегіміз бар ғой. Иә. Бәрібір актер әп деп рөлді алған кезде интуицияға жол береді. Бәрібір. Өйткені интуиция бірінші кезекте рөлді оқи бастаған кезде рөлді көре бастайды, оның жүріс тұрысын, оның мінез құлқын, ішкі жан дүниесін дегендей осындай категорияларды актер оқып отқан кезде біле бастайды. Енді жақсы актерлар, профессионал актерлар. Бұл дегеніміз не? Яғни актердің интуициясы жұмыс істеп тұр деген сөз. Енді бір қызықты қараңыз, осы интуиция кейбір кезде шатасуы мүмкін. Міне штампқа сол кезде ұрынып кетуі мүмкін актер. Бұл да бір зерттеуді қажет етеді, менің өзімнің жадымда жүрген нәрсе. Осы біздің көп актерлар интуицияға мініп алады да, содан кейін бірінен соң бірін штамп қылып ұра береді. Ал міне бұндай кезде көмекке келетін не нәрсе деген кезде, бұндай кезде бізге көмекке келетін теория. Станиславскийдің жүйесі бізге көмекке келеді. Бір рөлдің бір рөлге ұқсамауына көбіне көп осы теория сізді, яғни интуициядан құтқаратын нәрсе. Шынайылық қалып білетін. Енді рөлдер көп қой, енді жақсы рөл дейміз, жаман рөл дейміз, қайғылы рөл дейміз, трагедия дейміз, драма дейміз, комедия дейміз. Осылай бір комедияның өзінде мысалға ара жігін ажыратып отыру деген өте қиын нәрсе бір қарағанда. Енді бір-ақ адамның бойынан шығып жатыр ғой. Жаңа өзіміз айтқандай, анау майдан қыл суырғандай актер соның шебері болу керек ойналып келген. Осы жерде маған белгілі орыстың опера әншісі, талантты 20 ғасырдың басындағы Шаляпин есіме түсіп отыр, Федор Шаляпин деген. Оның жаңағы «Маска и душа» деген кітабында мынандай мәселе айтады да, Шаляпин әнші дейді, сахнада рөл сомдап тұрған кезде, ол Борис Годунов болсын, ол Мефистофель болсын, басқа да болсын, әнші сахнада тұрып әнін айтып тұрған кездер дейді, екінші Шаляпин дейді, анау театрдың жоғары жағынан дейді, сахнаның бұрышынан, залдың бір түкпірінен әнші Шаляпинді бақылап тұрады дейді. Сізде осындай рөл ойнап жатқан кездер, жетпей жатырған нәрселерді бақылап тұратын екінші долға бар ма? Міндетті түрде. Станиславский бұл туралы да жақсы жазып кеткен, негізі айтып кеткен. Актер-контролер деген болады. Актердің сырт пішінін ғана қадағаламайды, актердің күш қуатын қадағалайды. Бірінші, сахнада қаншалықты күш қуат жұмсауың керек сен. Одан кейін эмоцияға ие болу, яғни екінші планды ұстап жүру. Қай жерде шығару керек актер, соған дейін жеткізу, толтыру деген сияқты осындай мәселелерге келгенде актер-контролер деген әр актердің қасында бірге жүру керек ол. Енді Шаляпин жақсы суреттеп берген екен ғой, ол жақта қарап тұрады деп, шынымен де сол сияқты ол профессионалды актерлар бұны білуге тиіс. Әрине, актерлардың бір жаман әдеті болады. Өзін-өз контроль жасайтын, ол бөлек контроль. Мына жерде түрім қандай болып тұр, мынандай айқайласам түрім жаман болып кете ма деген сияқты, былай жыласам қалай болады, ол қате контроль. Ал жаңа мен айтып отырған контроль, ол бөлек контроль. Енді сахнада 2,5-3 сағат, 5 сағат жүретін, түспей жүретін актерлар болады. Ең басты ол жерде актердің күш қуатын сақтауы. Енді үлкен трагедиялық рөлдерде бастан аяқ актер өзін сақтап шығу оңай нәрсе емес негізі. Күш қайрат көп кетеді. Күш қайрат керек оның барлығын. Бақылаушы міндетті түрде. Ол қай кезде қалыптасады ол? Бақылаушы дегеніміз. Ол репетиция кезінде. Біздің алдыңғы буынды интуицияға жұмыс істеген актерлар да осы болды ма? Мүмкін болған шығар, мүмкін болмаған шығар. Ол кезде енді теорияның кішкене енді қалыптасып жатқан кезеңі ғой. Бірақ ол кісілердің басымдығы сонда, жаңа мен өзім айтып отқан табиғилық. Ол кісілердікіндей табиғилыққа біз жете алмай жатырмыз қазір. Енді талай режиссерлармен жұмыс істедіңіз, режиссураға көшейік. Басын өздеріңіз сол менің есімде студенттік кезден дейміз ғой, жаңағы әлгі Турандоттан бастадыңыздар, студенттік жұмыстарыңыз, одан театрға, сахнаға қойып, енді театрдың нағыз есікті сындырып кіретін дейміз ба, спектакльдердің бірі болған, білім репертуарда жүрді. Тұңғышбайдың ұстаздарыңыз, одан кейін Атабаев театрдағы, Аубәкір Рахимов дегендей басқа да талай режиссер бүгінге дейін көріп келеді. Бүгінгі режиссерларға қалай өзіңіздің
көзқарасыңыз? Енді кезінде мысалы Жанат Қажиев деген ағаларымыз сөзге қандай мән беретін, классикалық пьесалардағы. Басқа да режиссерлар осы мәселеге көп назар аударатын. Қазіргі режиссерларда форма қуып кеткен дегендей жұмыстарымен көрініп жатыр. Сізді қаншалықты осы қанағаттандырады? Құдайға шүкір деп айтамын мен. Біздің қазіргі қазақ театрының режиссура деген кереметтей үлкен деңгейге көтеріліп кетті. Көтеріліп кетті деген сөзінің астарын байқап отқан шығарсыз. Біз актерлар шынтуайтында режиссурадан қалыңқырап қалдық. Мойындауымыз керек оны. Мен өзім көзқарасым, бұл жеке көзқарасым. Басқа кім қалай ойлайтынын білмеймін. Мен оны өйткені кейінгі жас режиссерлар, жас дейміз енді, Фархаттар, Диналар енді біраз жасқа келіп қалды ғой дегенмен. Бірақ енді режиссура үшін олар енді жас болып есептеледі меніңше. 35-ке дейін. Иә. Бұлардың қазіргі мынау сахнада мен бір-екеуін ғана айтып отырмын ғой, жалпы режиссура саласында жүрген сол қатарлас жігіттердің қыздар қазір көп нәрсені қопарып алып келе жатыр. Алапат күш келе жатыр бізде. Үлкен режиссура бар. Оны мақтанышпен айту керек, мойындау керек. Мен өзім айтып отқаным, актерлар солардың режиссураның деңгейінен қалып бара жатқан жоқпыз ба деген күдік туындайды. Оны бекер айтып отқан жоқпын, өйткені сол жаңа жігіттер мен қыздардың сахналық жұмыстарын бәрін болмаса да арагідік барып тамашалап отырам, фестивальдерде көрем, арнайы барып көрем кейбір жерлерде. Сонда байқайтыным, актерлық жұмыстар шынымен де ана режиссердің ойына, идеясына ілеспей қалып жатқанын байқап қалам. Өзіме сын көзбен қарайтын адаммын. Мен болсам өстермем деген сияқты нәрселер ішіңізді қыжылдағанмен өзің сахнаға шыққанда шынымен де сол әріптестерін құсап өзіңді тапырақтайтын да қаласың кездер бар. Бұл жерде режиссерға байланысты шығар. Енді ол режиссерға да талап қойған, әрине ол режиссер талап қою мүмкін. Егер актер оны тарта алмай жатса, ол талап енді ары қарай не істейді, енді ол өзі ойнап көрсетпейді ғой. Меніңше мынау актерлар осы тұсқа келгенде кішкене жете алмай жатыр. Иә, кішкене бір шабандық танытып жатыр деген дұрыс болар. Біздер өзімізді көбірек қамшылауымыз керек. Ол бұрыннан келетқан дұрыс қой. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, мысалға шынымен де енді Әзірбайжан Мәмбетовтен басталған біз көрген режиссура. Ол кісінің жасап кеткен дүниелері, өзінің бүкіл бір эпохасын жасап кетті ғой Әзекеңдер мысалға. Одан кейінгі мысалға Жанат Қажиевтер, Атабаевтар, біздің Есмұхан ағалардың, Әубәкір ағалардың әрқайсысы жеке-жеке қарастыратын болсақ, енді Құдайға шүкір, сол режиссура мінекей бүгінге келіп жетіп жатқаны солардың шәкірттері бұлар. Қазір қарап отырсаңыз, қазіргі жарып жатқандар. Кеше ғана дүниеден озған Юрий Коненкин мысалға, ол кісінің қолтаңбазылары қандай еді, Малермов театрын қалай көтеріп кетті. Бізде де спектакль қойды. Атиланы қойды, бізде Еділ патшаны қойды. Сол кісілердің шәкірттері қазіргі. Бұлар енді аспаннан аяқтары салбырап түскен жоқ қой, көрдіңіз ба? Яғни сол биіктік одан сайын қазір биіктеп жатыр да. Құдайға шүкір, енді актерларды бізден баршылық қой. Бірақ осындай режиссерлар осындай кереметті жетіліп жатқанда актерлар да құлшынса екен деймін. Өзін өзі қамшыласа екен деп айтамын. Барда жарқырап көріне берсе. Әрине. Бүгінде ұлт театрының репертуарында классикалық қойылымдар жиі қойылып жүр. Бұл енді бірінші кезекте Мұхтар Әуезовтың драматургиясы, сонымен бірге қоғамға қажетті мәселе көтеретін спектакльдер қойылып жүр. Енді қалай ойлайсыз? Бүгінгі қоғамға керек 21 ғасырдың ширегі мінекей артқа тастап отырмыз. Осы қоғамға керек қандай герой, кейіпкер болу керек деп ойлайсыз? Халықты алдыға сүйрейтін. Бір кездері бізде болған театрда сондай кейіпкерлер өзінің артына ерткендей. Бұл енді төңкерістен кейінгі мүмкін қалып қалған сондай көзқарас шығар. Соған қарамастан қоғамды ойландыратын және қоғамды қызықтыратын кейіпкерлер сахнаға қандай болу керек деп ойлайсыз? Ол махаббат туралы не ме, әлде болмаса бір батырлық тақырыптағы спектакльдер бола ма, қандай деп ойлайсыз? Енді бұл сұрақты мен былай бастағым келіп отыр. Жалпы негізі театр деген бұл үлкен идеология. Негізі театр деген адам баласының, көрерменнің жан дүниесіне әсерлендіру арқылы бір өзгешелік, бір құбылыс алып келетін жанды дүние ғой театр деген. Әрине. Сондықтан да сіз айтып отқан бұл шынымен де орын сұрақ. Бірақ меніңше дәл мынандай герой керек деген нәрседен көрі театрдың репертуары қазір драматургтер ештеңе жазбай ақ қойса да әлемдік
деңгейде қоятын спектакль меніңше жеткілікті сияқты. Осылардың өзін қайталап қоя берсе де жететін сияқты. Бірақ жаңа өзіңіз айтып отқандай драматургияда да жаңашылдықтар кетіп жатыр ғой қазір. Қандай қазір жас жігіттер мен қыздар өсіп келе жатыр. Ең бастысы біз соны көрерменге қалай жеткізуімізде болып тұр ғой. Бүгінгі заманға мынандай герой сай, мынандай тақырып сай дегеннен гөрі меніңше көрерменді қызықтыратын, жаңа өзім айтып өтқандай, көрерменнің көңілін аулайтын, тіпті театрға келіп жүрген көрерменнің көбіне көп мына өмірінде үлкен өзгерістер, әрине жақсы жағына өзгерістер болып жатқанын мен өз көзіммен көрдім де, ондай айтатын мысалдар жетіп те жатыр мысалға. Сондықтан да заманауи дегенде біз жаңашы, ол бір жап-жаңа нәрсені көреміз ғой. Заманауи дегенде біз сонда әуезовтер сырып қоя алмаймыз ғой, керісінше классикадан да табуға болады. әрине сол жазылған дүниені жаңартып, бірақ қалыбын бұзбай, жауһарларды жауһар ретінде көрсете білсек көрім. Енді жаңағы мен айтып отқан, көтеріп отқан жаңағы мәселемде бұл жерде мен ғана емес қой, бұл енді үлкен бұрыннан келе жатқан ағаларымыздың айтып жатқан дүниесі ғой, мен енді содан туған ой ғана ғой. Қазір біз көбіне көп көрерменді кінәлауға құмармыз. Ой, оны көрермен түсінбейді, я болмаса іш пыстырады деген сияқты. Өзіңіз білетін Абылай ханның ақырғы күндері деген Маман Байсеркеновтің өзін жазған пьесасы бойынша қойылған спектакль болды. Шақ адам ойнады. Байсеркен ғой. Иә. Марқұм енді шынымен де нағыз кәдімгі әрекет сөздің тура бір орнын тапқан кісі деп білемін мен Маман ағаны. Режиссер ретінде де, жалпы драматург ретінде де жазған сол пьесасы. Неше жыл өткеннен кейін, былтырғы жылдар болу керек, соны қайтадан сахналанды. Мен ойладым. Сол енді ол енді сөз әрекетіне құрылған спектакль ғой. Қалай болар екен? 90-шы жылдардағыдай тыңдаймын екен көрерменде. Мен әдейі залда отырып көрдім. Сілтідей тыныштық. Сол үш қана кейіпкер, енді Сәбит ағамыздың орнына Бекжан Вод болып кірді. Бауыржан аға ойнады, эссеисттің орнына. Жоқ, ол актуалдығын жоймапты. Әрине сөздің құдіреті бәрібір қазақ болып тұрғанда бәрібір сақталады екен. Көрерменнің іші пысқан жоқ ешқандай. Керісінше екінші актыға асыға кіріп келе жатқан көрерменді көргенде міне жаңа айтып отқанымыздай, сондықтан да осындай драматургияда да, режиссурада да біз осындай әр қилы нәрселерді тастап кетпей, жаңашылыққа ұмтылғанымыз дұрыс, бірақ осындай мәселелерді де бірге ертіп жүру керек екенін мен сонда ұқтым. Біз мысалы 60-70 жылдар деп алатын болсақ, Оралхан Бөкей, Нұрлан Оразалин, Сәкен Жүнісов дегендей үлкен жазушылар театрға драматург болып келіп, театрдың репертуарын байытты. Ал енді, егер біз осы жаңағы сіздің сөзіңіздің ауанына қарай отырып, классиканы жаңалайтын болсақ, әрине ол керек, ол да негізгі бөлігі репертуарды. Бүгінгі 25-ші жылдың драматургі кім деп ертең 25 жылдан кейін бір сұрайтын болса, кімді айта аламыз? Сондықтан да меніңше қазір жас драматургтарды қатарға көбірек қосу керек сияқты. Әрине. Оралхан сияқты айтатында, ертең мысалы 25 жылдан кейін Оралхан өтіп кетті өмірден, біз Оралханның шығармаларын мейлі пьеса болмаса да сахнаға қойып жатырмыз. Басқа да драма. Сол жағынан келген кездері біз ертең осы ширек ғасырдан кейін тағы да айтатын аузымызға драматург түспей қалама деген мәселе ғой. Сол жағына келген кездері жастарды тарту керек сияқты. Әрине, драматургия ешқашан тоқталмау керек. Жазылу керек. Жазылу керек. Одан кейін қазіргі драматургияны өзіңіз көріп жүрсіз ғой, әбеге қандай жан-жақты ситуациялар қандай, ол жердегі оқиғалар қандай. Одан кейін қазіргі драматургияда мені бір қуантатын нәрсе, көбіне көп адамның, жаңа кейіпкерлердің сахнада көбіне ішкі жан дүниесіне үңілу мәселесі көп қолға алынама деп ойлаймын. Жалпы пьесаның былай жалаң кейбір кезде былай беттерді толтыру үшін екі кейіпкерді отырғызып сөз жазып баяндай беретін сондай бір кездерде болды ғой. Бір театрға көп бір драматургтердің бір несі болды да, конкурс соңында 40 пьеса алып келді. Мен 40 пьесаны оқыдым, мен отырғызып қойды, оқытты. Әшірбек ағалар сонда комиссия отыр, мен соның бәрін оқыдым сонда.
сонда кейбір пьесалар болды, бір 3-4 беткеннен кейін болды жаба сал деп отырған сондай кездерде болған мысалға. Иә. Алғашқы репликадан белгілі. Иә, белгілі. Пьеса қандай екен? Ортасын оқы дейді, ортасын оқимын, аяғын оқы дейді, аны болды лақтыра бер дейді жаңағы. Ондай кездерде болды мысалға шынында да. Енді бұл дұрыс емес те шығар енді. Мен енді мысал ретінде айтып отырмын ғой, әрине енді көзі қарақты, өзіңіз де мысалы қазіргі кезде басқа бір 2 беттен кейін ақ білесіз ғой мән-жай. Болат Атабаев айтатын, спектакль адамды 5 минуттың ішінде сені көрерменді тартып қызықтырып үлгермесе, онда залдан шығып кет деп. Дейме? Сөйтіп сондай бір сөзі болатын Атабаевтың. Сол сияқты нәрсе ғой ол. Керемет. Енді мынандай мәселеге қалай қарайсыз? Ертеден қалыптасқан театр өнері болсын, музыка болсын, жалпы өнерді тез игеріп алатындай, жеңіл қалпақпен қағып алатындай не көреді? Осыған істей салам ғой, сахнаға шығып айта салам ғой, әнімді билей салам ғой, айтса дейді. Осындай көзқарасқа 30 жылдық тәжірибеңіз дейміз ғой. Қалай жауап берер едіңіз осындай? Енді оның дәлелі енді соңғы жылдардағы ғой, соңғы 10 жыл дейік, 15 жыл дейік әйтеуір. Әнші, актер дегендер көбейді ғой қазір. Мен айтамын, неге актер екінші орында тұру керек деймін. Сөйтіп біреулермен талай таласқан кездерімде болған. Актер деген айналайына ол профессия ғой, неге ол әншіден кейін тұрады деп сөйтсем, ол жаңағы жазылған дүниедегі интервью берген жігіт не әнші емес екен аяғында, не актер болмай шықты. 2 сериалға түскен, сосын Патфонограмма 5-6 ән айтқан екен, сөйтіп жұлдыз болып жүрген, сондай бір қызықтар болған. Сол сияқты бұл әсіресе кинода көп қой енді. Солай ма? Мен енді кинода да біраз жүрдім ғой енді. Әлі де жүрмін, сонда көп кездестірем. Осындай 1-2 рөл ойнап алып, өздерін актер жариялап жүргендер көп. Мен айтамын, сен актер емессің деймін. Сұхбат беріп. Иә, менен қашады кейбір кез солар. Профессионал актер ол театрда жетілу керек. Ол Голливудта да сондай, өңкей театрдың мықты деген актерлары олардың киносын көтерген. Мен бұл жерде дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Бұл яғни бұл профессионализмнің жоғалуы. Профессионализм деген менен қарабайырлықтың екеуін ажырата алмадық. Бірақ ол бәрібір қарабайыр актер, ол бәрібір ол фактурасы ойнауы мүмкін. Ол сырт бейнесі, өзін шынайы болуы мүмкін. Ол бірақ 2, 3, 4, әркез 4 кинодан кейін ол халықты жалықтырады. Мектеп болмағасын. Мектеп болмағаннан кейін, ол профессионал болмағаннан кейін, біздің тілімізбен айтқанда, ол жалықтырады. Ал профессионал, оқыған актер, ол ешқашан көрермен жалықтырмайды. Біз айтқанымыздай штампқа ұрынбайды. Ол әр рөліне құрғанда мына сөз неге айтып тұрмын, кімге айтып тұрмын, қалай айтып тұр деген 3 сұраққа бәрібір жауап іздейді. Осындай айырмашылықтар бәрібір көрінеді, бәрі бетіне қалықтап шығады. Сондықтан да жаңағындай қалпақпен қағып ала салам ғой дегендердің бәрі ұзаққа бармайды өмірі. Кино менен театрдың арасында көп былай, екеуі былай қарағанда телөнер сияқты, бірақ оның да ара жігін ажырататын нәрселер көп ол жерде де. Мынау камераның алдына келген кезде мықтымын мен деген мысалға театрдың актерлары салбырап қалатын кездерде болады. Бар дейсіз. Бірақ оған өзінің табиғатын бойын үйреткеннен кейін одан шебер адам болмайды бәрібір. Енді бөлек өнер ғой. Шынымен де мынау кино режиссерларының арасында бір қалыптасқан театрально ойнайды дейтін сөздер бар. Болат Атабаевтың айтатыны әлгі пафоста, өмірдегідей сөйледі. Алпыста пафоста деген сияқты сондайлар көп болды ғой. Енді екеуін де біріктіретін бір нәрсе бар. Ол театрда, сахнада да, камераның алдында да актер өмір сүру керек. Өмір сүру керек, шынайы болу керек болды. Шекспир айтты деген бір ой бар. Актер шындықты айнадан айқын көрсетуі тиіс дейді. Бүгінгі қазақ театры мен киносының актерлік әлеуеті, шеберлік қырлары жайлы осы айнадан артық көрсету мәселесі қалай біздің актерларда көрініп жатыр? Енді айналып білген кезде бұл жерде де әрбір актердің жеке актерлік шеберлігіне де байланысты шығар деп ойлаймын. Одан кейін бұл жерде тағы да бір астарында бір мәселе тұр. Жалпы өзіміз сөзімізді бастап өткендей, бұл жаңағы тарихты жырлаушы, сахнада көркемдік бейне жасаушы деп айтып жатырмыз ғой. Мысалға біздің Бекжан ағамыз, Бекжан Тұрыс, ғажап актер ғой. Бекжанның бір ерекшелігі өзінің өмірдегі позициясын көбіне көп сахнадағы спектакльдер арқылы шығарып жүретін кездері болады. Ол енді ол спектакльге бір өзінің авторлық дүниесін қоспайды. Соның ішіндегі сөздерден астарын тауып, қоғамдағы жағдайларды сол подтекстермен беріп отыруға бірден бір шебері Бекжан ағамның көрім көбіне көп. Осы тұсқа келген кезде жаңағы сіз қойып отқан, жаңағы Шекспирдің айтып отқан сөзі айнадан да таза көрсету керек деген сөзі осыған да кішкене тұспалданатын шығар деп ойлаймын. Сондықтан да актердің тағы да бір міндеті
өзінің өмірлік принципі, көзқарасын қалыптастыра білуі де қажет шығар. Ол енді жас кезінде болмауы мүмкін, бірақ өсе келе актер өзінің көзқарасын сахнадағы бейнесі арқылы, я болмаса экрандағы бейнесі арқылы ішінде жүрген қыжылы бола ма, қуанышы бола ма, мақтанатын нәрсесі болуы мүмкін. Соны сол кейіпкері арқылы шығарып беру, бұл енді үлкен шеберлікті қажет етеді. Бір сұхбатыңызда сіз қазіргі сахнада жасалынып жатқан эксперимент өткен ғасырдың 90-шы жылдары Қайраттан қалған деген екенсіз. Қайрат Сүгірбектен. Қайрат Сүгірбек пен Әлібек Өмірбекұлының ізденістеріне қандай ұқсастық, қандай айырмашылық көресіз? Эксперимент деген әрине, ол театр бар жерде эксперимент жүру керек қой. Әрине, әрбір қойылым эксперимент. Әрине, жалпы алып келгенде дұрыс айтып отырсыз, әрбір қойылымды эксперимент деп қарау керек. Таптаурындықтан кету керек деген сияқты. Енді әрине ол Қайраттың орны бөлек қой негізі. Оны өзіңіз жақсы білесіз, 90-шы жылдары Қайрат театрға әптеп келгеннен бастап, бірден осындай эксперименттік театрларға, постмодернистік бағытта жұмыс істеуге көп күш салды. Тағы бір айта кететін нәрсе, мынау Мағжан Жұмабаевтың Шолпанның күнәсі шығармасын ең бірінші сахналаған ол Қайрат Сүгірбеков. Соның инсценировкасын жасап, ішкі жан дүниесіне үңіліп, әйел тақырыбын, әйелдің жай күйін, жан дүниесін зерттеу, енді Мағжан Жұмабаевтың зерттеп кеткен дүниесі ғой, соны көркем дүние етіп сахнаға бірінші сахналаған ол Қайрат Сүгірбеков болады. Кафканы да. Франц Кафканы жасады, «Превращениені». Болмаса, анау Дидар Амантайды. Дидар Амантайдың «Сәлеметсің бе қоңыр мұң». Бәрінде де эксперимент. Қазірде қарап отырсам, бір адам шошырлық, ол жерде бір кереметтей бір сұмдық нәрсе жоқ. Бірақ сол жердегі режиссер ретінде актерларды пайдалану арқылы сахнадағы ойды басқаша пластикалық түрмен жеткізудегі шынымен де үлкен шеберлік көрсеткенін байқаймын. Сол спектакльді біз сол кездегі худсоветке 6 рет тапсырғанбыз әбеке. Өткізе алмадық. Сонда біз бүкіл театр жаздық демалысқа кеткенде біз қалып сол спектакльмен жұмыс істеп, соны ақыры худсоветке тапсырып, мойындатып сөйтіп кеткен кезімізде болған. Енді қарап отырсам, енді 90-шы жылдар өте бір қиындау кездер ғой. Соған қарамастан енді біз енді сол фанат болуымыз керек. Анан беріп дейсіз. Сол шынымен де әрбір худсоветке тапсырған сайын үлкен соғыс болды. Енді ол жердегі худсоветте тағы да бір не, тек қана театр мамандары болмады. Мәдениет министрлігінен, я болмаса жазушылар одағынан, ақын жазушылар да келіп сын айтатын тұғын ол кезде. Драматургі бар, театрды түсінетіні бар, түсінбейтіні бар, бәрі келіп сол сын айтатын. Енді солардың бардың қосындысын алып келіп келген кезде жарамайтын болып шыға келетін, сондай кездер болды. Енді көп болды ондай. Мүмкін сонан кейін де болу керек. Біз әйтеуір сол спектакльді 6 рет тапсырдық қой. Ең соңғысында әйтеуір осы әкім ағаларымыз болды, әкім Тарази, Болат аға болды, ол жерде ол кезде директорымыз Тұңғышбай ағай болатын. Әйтеуір сол соңғы рет сол спектакль, бірақ сол спектакль көрерменге сұмдық қатты жүрді. Өте қатты ұнады, ұзақ жүрді сонан кейін. Бірақ енді Франц Кафка «Превращение» ол енді ұзақ жүрмеді. Оның ғұмыры қысқалау болды. Енді ол дүниенің өзін білесіз ғой, өте күрделі дүние, ол психикаға, адамның ішкі жан дүниесіне соған құрылған нәрсе. Оны бізде көбіне пластикаға шешкен болатын, шешімі сондай болды, формасы солай болды. Жаңа айтып өтқанымыздай 90-шы жылдары жасалған сол эксперименттерді бүгінгі күнді мен жаңа эксперимент жасап жүрген жігіттердің жұмыстарын көремін де, Қайрат қалай қолын ерте сермеген деймін, ой қиялы сол кезде қалай ерте барған деймін. Енді ол Ресей театрларынан да көрген шығар, содан да өзі сондай бір шабыт алған болу керек деп ойлаймын. Бірақ өзінің қолтаңбасын қалыптастырып кетті. Енді жастар көріп, оқ деп өткен нәрсені мен енді оқ дей алмаймын қатты, өйткені өзім сол спектакльдер ішінде жүрдім, сол процесстен өттім. Ал енді Әлібекпенен Қайраттың ұқсастығы деген нәрсені өте орынды қойып отырсыз, өйткені мен мына Әлібектің жұмыстарынан да, жұмыс істеу процесінен де байқайтыным, тура Қайраттағы да сондай нәрсе мен көп байқайтыным, маған керек деген нәрсе бар. Маған керек деген құлшыныс, былайша айтқан кезде талап қою актерларға. Одан кейін режиссурада тағы да бізде оны үлкен жетістік деп айту керек. Практика емес, тек қана өзінің ойымен ғана алысып жүретін режиссерлар болады ғой. Жоқ, теоретик режиссер, сонымен қоса теориясы бірге жүретін. Актермен теорияға келген кезде актер сол теорияға кіргізе білу. Теория арқылы өзінің қойып атқан дүниесіне қалай енгенін білмей қалатын актерлар. Осы тұстары Қайратпен көп
ұқсастықтары бар. Шаршамайтын Қайрат. Қайрат актермен жұмысқа ешқашан шаршамайды. Ол өзінің ойын жеткізу арқылы актердің ішкі жан дүниесінің ойын шығарып алатын да, оны пайдаланып жіберетін. Өзіне қалай қайтып келгенін білмей қалады. Осындай бір нәрселерді жаңағыдай бұл енді ғылыми бұл талдаулар керек шығар. Сіздер енді ол жағына жақсы шеберсіздер ғой. Біз енді ол тілімізде жетпей қалып жатады. Бірақ осындай тұстары менің есімде. Керемет. Әлібекпен екеуінің ұқсастығы осында. Бүгінде осындай Әлібек сияқты, Фархат сияқты жастарымыз Құдайға шүкір Дина сияқты жеткілікті. Гүлназ Ендігі мәселе сіздің кинодағы рөлдеріңізге келейік. Қанша рөліңіз бар киноға түскен? Мен жалпы театрда да, кинода да рөлдерім санаған емеспін. Сұрайын дегенім, сіздің өзіңіздің бір әлі де болса ашылмай жүрген, әлі де болса бір түскім келеді, ойнағым келеді сахнадан деген нелеріңіз бар ма? Көп қой. Көп па? Көп. Бірақ мен енді оны мен ешқашан жалпы негізі рөл таңдаған емеспін. Театрда да солай болды. Өйткені мен рөл таңдайтындай, мен театрдан келгеннен бастап бойым бір қарыс, білмеймін, маған бір рөл таңдайтындай үлкен бір бәлсінетіндей болған жоқ, шын айтқанда. Фактурам бір келісіп тұрған, бойым 2 метр болды, даусым гүрілдеп тұрса, мен мына рөліңді алмаймын деп тұрарым едім мысалға. Ондай мүмкіндік болған жоқ менде. Енді оны бейшаралық деп айтпаймын, бірақ алдымда замандастарымның бәрі фактурасы әрине. Алмат Сақатов деген біздің енді әріптесімізді білесіз, мен курстасым. Ол енді ол өзі айтып жүреді, қалжыңдап та айтып жүреді. Шынымен болған оқиға. Ол бізбен театрға кірді ғой Алмат басында. Сонда Алмат айтады, мені дейді Әуезов театрдан кетірген не білесіздер ма дейді. Маған айтады, білесің бе дейді. Не десем? Мен Бауыржан Қаптағаевтың бойын, түр тұлғасын, даусын көргенде, мына жерде не істеп жүрмін деп, мен қашып кеттім ғой дейді. Бұл жерде қайтып рөл ойнаймын деп мен қашып кеттім дейді. Көрдіңіз ба? Сол сияқты менде де ол рөл таңдайтындай сондай жағдаймен келгем жоқ. Бірақ менің мақсатым рөл таңдамасында берген рөлді аяғына дейін жеткізуге тырыстым. Зерттедім, әйттім, бүйттім, оны құлаттым, сындырдым, қайтадан жамадым. Әйтеуір қолынан келгенше кейбір тұстарда мүлдем лағып кеткен кездерім болды мысалға. Оған сыншылар айтты, сыншылар болғанда да көбінеге осы Есмұхан ағаның айтқан ескертпелері худсоветте отырып, менің өзімнің тарапым рөлдерім айтқан әлі есімде, Жанат Қадиевтің айтқан мысалға ескертпелер. Босамаса Болат ағалар талай жеді ғой бізді, шайнады талай. Оның бәрінен өттік қой. Бәрінен өттік. Бірақ соның барлығы мен үшін үлкен азық болды. Үлкен мектеп болды. Әрине. Енді әрине адам жасыл қойған сайын актер бір терең психологиялық рөлдерге келсем дейді. Онан кейін мәселе көрерменде емес, негізі айналып. Біз көбіне көрерменді кінәлай береміз. Ондан емес. Мәселе сахнадағы актерда. Актер тарту керек көрерменді, жетелеу керек, өзінің интеллектіне жақындату керек. Бізде мемлекеттік театр бар, жеке тәуелсіз театрлар бар. Осы екі театрда да жұмыс істейтін актерлар бар. Мемлекеттік театрдың негізгі жұмысы бола жүріп, жаңағыда жеке театрдың сахнасына өнер көрсететін. Соның біреуі мен ғой. Біреуі. Не себептен? Бұл не? Мемлекеттік театрдағы сіздің потенциалыңыз ашылмай жатыр ма? Әлде бір басқа да ізденіс бар ма? Ол жақта қызығырақ па дегендей? Ол жаңағы сіз айтып отырғандай ізденіс деген дұрыс болар. Ізденіс. Мына жерде жоқ рөлді, ана жақта бар. Мына жердегі бар жоқ рөлді де емес шығар, мүмкін. Жаңадан ашылған театрға менің ең бірінші барғаным бұл Асылтас театры, өзіңіз жақсы білесіз. Бұл ашылған күннен бастап Бақыт Беделханның бірінші жаңағы драматургиясы бойынша қойылатын спектакль болды да. Сол жерге мені Елік Нұрсұлтан сол спектакль қоятын болды да, мені рөлге шақырды. Бұл жаңадан қабырғасы қаланып жатқан театр. Аға, көмек керек деді. Енді мен қалай ол? Жоғы деп мен ол жерде ойнап жүрген рөлінде бір келісті, бір сұмдық рөл, бір терең рөл деп айта алмаймын. Бірақ мен әріптестерім сөзін қалай жерге тастаймын? Әрине деп келістім, мен рөл өзіме ұнады, өзімнің планымдағы рөл. Енді сондай жігіттер қол ұшын сұрап тұрған кезде, ол асылып жатқан театр болса, қолдау көрсету керек болды. Әрине, ол жерде тек қана мен өзімнің рөлімді ғана ойнап, актерден кетіп қалу емес, ол жерде процеске қатысып отырдым мен көбіне. Артымыздан келе жатқан өзіміздің інілерімізге, қарындастарымызға кішкене жол сілтеу, мысалға, енді Елікте енді былай айтқан кезде танылған кереметтер режиссерлардың бірі ғой, өзінің қолтаңбасы бар.
қасында кішкене қолдау көрсету ретінде солай кірдім ол театрға. Жаман емес, кейінгі жасаған спектакльде мен жоқпын ол жерде. Бірақ қандай ғажап дүние жасалып жатыр ол жерде де. Өтірік көсек мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ деген. Осы Абайдың қатты замандастарына айтқан сыны бүгінде бар ма қоғамда? Әрине. Театрда көріне ме? Олар. Енді театрда демей қояйын, өйткені білмеймін, маған театр десе, театр деген бұл ешкімнен ештеңе сұрамайтын, ешқашан еңбегін бұлдамайтын, қалай бар, ең бастысы театр деген бір кіршіксіз таза орын ғой негізі. Бұл Абайдың бұл сөзін мен театрға ешқандай кіріктіре алмаймын. Енді кинода мен бұндай нәрсені кездестіремін. Өйткені өзіңіз білесіз, кейінгі жылдары, жаңа бұның алдында да айтып өттік, жақсы жақтарын айтып өттік қой, енді киноның жақсы режиссерлардан келе жатқан, жақсы актерлардың, киноның коммерцияға айналып бара жатқаны. Яғни киноны түсіру арқылы содан касса жинау, пайда табу жағына қарай кетіп қалды. Сондай нәрселер бәрі демей қояйын, бірақ тек қалтаны толтыру жағын ғана ойлайтын киногерлерде шығып келе жатыр. Коммерциялық кино деген бірдеңені шығарып алды. Киноны коммерциялық деген ат қойғанмен бәрібір ол шығармашылық. Шығармашылықтан туындайды. Шығармашылық болмаса қайда коммерция керек дейсіз ғой. Иә, сондықтан да жаңағы еріншек бекер мал шашпақ деп отырған Абайдың қынжылысы содан шыққан шығар деп ойлаймын. Одан кейін енді той бизнесі осыған қаралып айтылған шығар. Бүкіл көшенің әнінің бәрі қазіргі сахнаға шығып кеткенді қынжылтатын мысалға. Көшенің әні бөлек еді ғой енді. Әрине. Әлгіге дейін мысалға өзіміздің мынау Ресей елдерінде ондай әндерді сахнаға шығармайды. Көшенің әндерін. Әлгіге дейін олар соны ұстанып келе жатыр. Бізде қазір ара-жігін ажыратамай қалдық қой қазір. Араласып кеттік. Қырғыз әні, қазақ әні, өзбек қайсының қаяқтан келгенін түсінбей қалдық қой өзі. Сергимшақтанып, өзіміздің ұлттық тамырымыздан айырылып қалғанымыз рас. Академияда жүргенде бәрі талантты, бәрі жанып жүреді. Сіз енді қазір осы академияда сабақ бересіз, шәкірт тәрбиелеп жатсыз. Бәрі жанып жүреді. Ал театрға барған кезде кейде жолы болмай өшіп қалып жататындар бар. Осы жағына келген кездер кім кінәлі деп ойлайсыз? Жастардың бұлақ көзін ашатын енді театр ғой негізгі кәсіби орны. Сол жерде кейде жастарымыз әрі қарай ашылмай жатады. Бұл жағына кім кінәлі? Режиссер ма, театр ма, басшы ма, басқа? Өзі кінәлі болады да ол жерде. Ол жерде біреуді кінәлаудың керегі жоқ. Актердің өзі кінәлі. Ол шынымен де талантты, бойына өнер сыймай, күш қуаты сыймай тұрған актер болса, ол міндетті түрде бір жерден жарып шығады ғой ол. Мынандай бір тәмсім бар. Мен 90-шы жылдары осы Сарыағаш жерінде бір Сәбит ағаймен бірге гастрольде жүргенде, сонда бір көкпаршы үлкен кісімен кездесіп қалдым. Ақсақал екен, сол кездерде 60-тарда болған болу. Сонда мен бір сұрақ қойдым. Аға, мына көкпаршысыз ғой, көкпардың атын қалай таңдайсыз деген сонда бір сұрақ қойып қалдым. Сонда сол кісі деп қарап отырды да, неге қойдың ол сұрақты деді. Жай мен үшін қызық дедім енді, жас баламыз ғой. Ол мәселе былай деді. Негізі күш сұрақ қойып отырсың деді. Бұл негізі әркімге айтыла бермейтін нәрсе, бірақ есіңде жүрсін деді. Көкпардың бірінші атты таңдау керек деді. Ол үшін деді, біз мына тайды бас білдіреміз ғой деді. Бас білдіре саламыз да, кәдімгі додаға көкпарға сал жібереміз деді. Егер жаңа бұты шитиген қылғиған тай сонысына қарамай көкпарға ішіне қарай ярып кіріп кететін болса, сол күннен бастап біз ол тайды көкпарға дайындаймыз дейді. Яғни оның көкпарды жарып кіре алатын жүрегі бар дейді. Өзіменен дей болып тұр. Олар бала дегендей нәрсе. Сол ғой. Соны іс жүзінде ана кісі дәлелдеп айтып берді. Менен де бұты шитиған дейді, арық қана тай дейді, сонысына қарамай көкпарды ішіне қойып кетеді дейді. Ол жүрегі бар дейді оның. Сол нағыз көкпардың аты болып шығады келешекте. Иә. Ал дейді, қанша жерден дәу ат болсын дейді, кәдімгі үйірдің айғыры болсын дейді, оны көкпарға сал, жүрегі болмаса ол кіре алмайды, маңайлай алмайды ол жылқы дейді. Көрдіңіз бе? Сол сияқты бұл мысалды неге айтып отырмын? Актер да көкпардың аты сияқты болу керек. Жаңағындай актерға үлкен жүрек керек негізі. Жүрек дегенде ол нәзік жүрегі бір бөлек, бірақ топты жарып кіретіндей, ол яғни актердің өзін-өзіндегі сенімділігі мықты болу керек. Жүрегін жалаңаштай алатындай, қаншама жұрттың алдында. Жалаңаштай алатындай үлкен жүрек болу керек актерда. Батылдық қой башында, батылдық та керек. Керемет. Құрметті
телекөрермендер, жақсы актерлық өнер туралы бүгін әңгіме болды. Бізбен бірге өзінің тәжірибесімен, ойымен бөліскен Қазақстанның халық әртісі Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының актері, белгілі кино актері Дулға Ақмолда. Уақыт тауып осы бағдарламамызға қатысқаныңызға үлкен алғыс айтамыз. Әрқашанда шығармашылығыңыз биіктен бола берсін. Әрдайым да сізді жақсы рөлдерде көре берейік.